Ассалаумағалейкум қыздар. Бүгін мен сіздермен осындай керемет дәмді ханымның рецептімен бөлісетін боламын. Видео барысында соусынты дайындауды үйретемін. Ең алдымен табағымызға 2 пиала мұздай суды құйып, 1 қасық тұз салып, жақсылап тұзы ерігенше араластырып аламыз. Кейін ұнымызды салып, қатты етіп қамыр илейміз. Қыздар, қамыр міндетті түрде қатты болу керек, себебі жайылуға ыңғайлы болады. Қамырды 2-3 сағат алдын илеп қойсаңыздар, өздеріңізге жақсы болады. Қамыр қанша тынған сайын сонша жұмсақ болады, әрі жаюларыңызға да ыңғайлы болады. Арада қамырды басып қоямыз. Иін қандырып, басып, тағы да тындыруға алып қоямыз. Қанша көп қамыр басылса, сонша жаюларыңызға жақсы болады. Мен бұл жерде отбасым кішкентай болғандықтан аз мөлшерде жасаймын. Сіздер көбірек етіп жасасаңыздар болады. Қамырларымызды 4 бөліктерге бөліп аламыз. 4 зуалаға жасап алып, тағы да тындыруға алып қоямыз. Қыздар, осы орайда айтып кететін жайт, зуалаларыңыз қаншалықты кішкентай болса, қамырларыңыз сонша жұқа жайылады. Әрі өздеріңізге жаюға да ыңғайлы болады. Ханымның қамыры қаншалықты жұқа жайылса, ханымымыз соншалықты дәмді болады. Ал енді салмасын дайындап аламыз. Салмасында картоп пен пиязды турап, пияздарды ұсақтау етіп тураймыз. Үстінен ұзыншақ етіп туралған картошкаларды саламыз. Картошкаларды кішкене жіңішкелеу етіп тураңыздар. Үстінен фарш саламыз. Қалауыңыз бойынша құйрық май, іш май турап салсаңыздар болады. Менде үйде шұжық бар еді, соны салып жердім. Ол да керемет дәм береді. Тағы да үстінен аскөк салдым. Аскөк та жақсы дәм береді. Салмасын дайындап шетке алып қоямыз, бірақ араластырмаймыз, себебі су шығып кетеді. Қамырларын жұқа етіп жайып аламыз. Қамыр қанша жұқа болса, ханымдарыңыз сонша дәмді болады. Қамырды мата дастарханның үстіне алып аламыз. Оралуға ыңғайлы болу үшін. Сосын майлаймыз үстіні, сұйық май құйып. Осы орайда айтып кететін тағы бір лайфхак. Май жағып болғаннан кейін кішкене қолдарыңызбен тартып жіберсеңіздер, қамырларыңыз одан да жұқа болып шыға келеді. Май жағылғаннан кейін қамырларыңыз кішкене жұмсарады да, одан да жұқа болу үшін тағы тартып жіберсеңіздер күшті болады. Көріп тұрғандарыңыздай, майды бәр жеріне бірдей етіп жағып аламыз. Май тимеген жер қалмау керек. Бәр жеріне бірдей тию керек май. Осылай бәр жеріне бірдей етіп жағып аламыз. Ал енді салмасын араластыратын боламыз. Тұз салып, қалауларыңыз бойынша дәмдеуіш салсаңыздар да болады. Жақсылап қолмен мыжып араластырсаңыздар, бәрі біркелкі болып араласады. Дайын салмамызды 4-ке бөліп, бір бөлегіні бірінші қамырдың үстіне бірдей етіп, бәр жеріне бірдей етіп салып шығамыз. Бәр жеріне, шет-шеттеріне дейін бірдей етіп салып шықсаңыздар, бәр жерінде салмасы болып дәмді болады. Көріп тұрғандарыңыздай бәр жеріне бір тегіс етіп жайып шығамыз салмасын да. Сосын мата дастарханға қойдық қой, дастарханның бір шетін тартып, осылай орап аламыз. Қолмен орасаңыздар дұрыс шықпай қалады. Осылай бір дастарханның көмегімен ба, сүлгінің көмегімен ба, осылай орап алсаңыздар
әдемі оралады. Дайын болған қамырымызды майланған листіміздің үстіне қойып, мантоварканың ішіне салып қоямыз. Бетін міндетті түрде жауып қойыңыздар. Қалғандары дайын болғанша беті қатып қалмау керек. Осылайша екінші, үшінші, төртінші қамырларымызды да біркелкі етіп, әдемілеп жайып, жұқа етіп жайып, майлап, салмасын салып, бірдей етіп, әдемілеп урап, көріп тұрғандарыңыздай, дастарханмен оралса, әдемі болып оралады. Қолмен орасаңыздар, бұндай бір тегіс болып оралмайды. Осылай орап шығамыз. Бәріні майлап, мантоварканың листін майлап, үстіне әдемілеп қойып, газге қайнап тұрған суға қоямыз. 45 минут пісіреміз. Оға дейін салмасын дайындаймыз. Қайнатып суытылған суымызға кішкене жарты кесе суға 2 ас қасық томат пастасын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Түйіршіктер қалмау керек. Біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Үстінен қалауыңыз бойынша тұз саласыз. 1 ас қасық тұз салдым мен. Аскөк, чеснокты ұсақтап турап, салып жақсылап араластырып, лимон суынан да қысып, жақсылап араластырамыз. Үстінен қалауыңыз бойынша ашты қызыл майдаланған бұрыштан салсаңыздар болады. Егер сұйықтау болсын десеңіздер, тағы да үстінен су құясыздар. Қоюлау болсын десеңіздер, су құймайсыздар. Бұл салма кез келген пирожки, ханым, манты, барлық тамақтармен үйлесіп кете береді. Әрі аппетитті ашатын керемет соус болып шығады. Осымен соусымыз дайын. Ол уақытқа дейін тамағымыз да пісіп қалды. Ұсына беруге болады. Салқын күндерде қарынды тоқ тұтатын тамақтың түрі болады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Видео ұнаған болса, лайк басып, YouTube арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алда қызықты видеолар көп болады. Астарыңыз дәмді болсын, отбасыларыңызға береке берсін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.